Құрметті оқырмандар, бүгінгі сабақта сары қызыл доғырды қабылдағаннан кейін бізге берілген уақыт ішінде товарды жеткізу үшін товармен бірге накладной алып барамыз. Сол накладной жасауды үйретеміз. Бізде мынадай арнайы папкаға накладной салып жүріңіздер. Мына біздің ескі старый накладной, қазір осыны редактировать етіп жаңа товарға дайындаймыз. Мінекей біздің старый накладной. Енді өзіміздің товар жеткізгелі отырған товардың тендердің договорын тауып аламыз. Договоры. Мои договоры. Мінекей мына жерде договорлар тұр. Осының ішінен суммасына қарап, өзіңіздің жеткізетін товарыңызды тауып алсаңыз болады. Міне 124.975 теңге. Ссылкаға өтеміз. Договор и согласование. Астына түсеміз. Түсіп, товардың атауын қарайық. Мына цеп. Менің апарайын деп тұрғаным цеп. Енді осының накладнойын жасаймыз. Мына жерде заказчиктің реквизиттары, мында біздің поставщиктің реквизиттары тұр. Накладной, мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, мынау старый ИП Бақыттың өзгертеміз қазір. Біздікі ИП Айгерім. Копировать етіп аламыз да, мұнда қоямыз. Және мына жерде тұр екінші атауы, бұнда өзгертеміз. Қойылды. Келесі руководительдің аты жөнін копировать етеміз. Мұнда қоямыз. Қойылды. Және мына жерде астарында жазулар тұр. Қойылды, мына астында. Көз жіберейік. Жазулар көрінбей қалады. Жазу толық көрініп тұру керек. Мінекей аты жөндер қойылды. Енді бұл жеткізейін деп жатқан біздің товарымыз. Номер бірінші товар. Бірі болсын. Сосын датаны қоямыз. Жеткізейін деп жатқан датаңызды қоясыз. 07.02.2023 номер 1. Енді номерацияны нешінші тендер, нешінші накладной, соған қарап номерацияны өзгертіп отырасыз. Келесі. Ин. Копировать. Мына жерге қоямыз. Қойылды. Келесі. Заказчиктің организацияның атауы және адресін копировать етеміз де мына жерге қоямыз. Қойылды. Енді біз қандай товар жеткізгелі отырмыз? Астына түсеміз. Мұнан қараңыздар, міндетті түрде дополнительный характеристика деген жерден копировать ете аламыз. Цеп бензопила для штиль. Копировать етеміз. Наименованиеға соны қоямыз. Единица измерения. Мұнда не деп жазып тұр? Штука. Копировать. Ставим. Штука. Мұнда неше штук? 25 штук. 25. Келесі. Цена за единицу теңге. 4999 теңге. Яғни мұнда цена за единицу 4999 теңге. Яғни мынау Excel вариантта болғаннан кейін автоматты түрде санап береді бізге. Енді мына жердегі единица измерения және мына жердегі теңгесін, қанша теңгеге ақшаның сумманы өзгертеміз. Мұнда 25 теңге. Мұнда 124.975 теңге. Енді мұнда жақшаның ішінде жазумен жазылу керек.
Енді білетіндеріңіз болса жазасыздар. Егер қиын болатын болса, қазақ тілінде сөйлейтін адамдарға кейбіреулерге қиын, қатемен жазып қоямын деп ойлайды. Сондықтан бұны көшіріп аламыз да Google-ға кіреміз. Қойып, бұны прописью деп жазасыздар. Найти десеңіздер, мына жазудың цифраның қалай жазылуы шығып тұрады. Осыны көшіріп алып, жақсаның ішіне қоямыз. Үлкен әріппен тұрғандарды алып тастаңыздар. Бәрін кіші әріппен жазамыз. Көріп тұрсаңыздар, сыймай қалды, бұны түсіріп жіберу керек. Түсті. Двадцать пять. 25. Көшіріп алып, мына жерге қоямыз. Сохрани. Міне осымен накладной дайын. Бүкіл өзгертілді. Осыны шығарасыздар. 2 экземпляр. Мына жерге қолыңызды қоясыз. Мында қолыңызды қоясыз. Мына место печати деген жерге печатіңізді қоясыз, апарып бересіздер. Заказчик мына жерге қабылдағаны туралы қолын қойып, ат жөнін жазып, қабылдап алады. 1 экземпляр сіздерде қалады, 1 экземпляр заказчикте қалады. Бұл заңды юридический документ болып саналады. Сондықтан бұны жоғалтпай өздеріңізде сақтағандарыңыз абзал.